Қан шеңгел 2 бөлім. Секілді опат боп кетті, сүюден танбай халқы мен елін, ұстаймын мен де солардың жолын, ажал мен аппат оңым мен солым. Қатем болса егер кеше көрелім, күткені менді менің де өлім, Файзолла достым өлеңнің кені, айрықша аңсап сағындым сені. Аман ба айтшы алыста жатқан, аяулы Анна Торғайдың елі, досыңның сәби балшағы өткен, Ақкөлге жаным бардың ба көптен. Сонау бір жастық күндердегідей дердің бе гүлдер ақшалғын беттен, шүкіршілік деуменен мен туған ауыл, бүтіндік дейме елдегі тәуір. Қыстауға келіп мәре-сәре боп жүрмекен қайран ағайын бауыр, сағынты мені сүйікті меккен, түсіме кірді апам мен көкем. 18 жылға сотталған еді патшаға қарсы күрескен әкем, мерзімін өтеп қайтқанда елге, қарсы алдық шығып жазира белге. Ақкөлім саған жеттім бе шын деп, топырақты сүйді жаттағап жерге, мені де шырмап сағыныш сондай, Ақкөлді ойлап құмарым қанбай. Отырмын достым ертеңде маған, сыйлайды екен тағдырды қандай, Ақкөлде шіркін көзімді жұмсам, бір төмпешік боп сол жерде қалсам. Арманым жоқ қой қабірімді сонда, құшақтап тұрсам майғара жусан, Файзолла достым кемел көңілді, сыйлаймын сендей кемеңгер ролды. Кітап қып басып берейін деп ем, жібермей қойдың өлеңдеріңді, қыс кетіп шығар көгілдір көктем, ұмытылар әлі азабың шеккен. Дарынды жассың соңымнан ерген, ауылда қалдың қайтейін айттың, Файзолла маған тағылған кінә, шылый өлтірі қып-қызыл жала. Халқыңды қорлап өлең жазың деп, сүймейсің оны ниетің қара, деп жаздың бүкіл толқытып елді, өзіңді тұр ғой сор күтіп енді. Жер ұйығым деп жырладың жалған, сарыарқа деген жалаңаш шөлді, бұған өзіңнің жырларың дәлел, бәрі айқын онда тексерсең егер. Мазақ қылғансың жалқау надан деп, жауым деп отыр сондықтан сенер, жырладың жалған елім деп, зар қақтың босқа тілім деп. Отырсың бүгін сормаңдай болып, көзің іріңдеп, қолың дірілдеп. Қазақ емеспіз ежелден қырғыз, атталып солай жазылған елміз, сен келіп оны қазақ деп жаздың, дейсің оқуды қазақша жүргіз. Халықпыз күншіл бірлігі осал, білімсіз ойсыз тірлігі нашар, ру-ру боп шуылдап жүрміз, ұлт болмасақ береке қашар. Ойладың жаулық советке әр күн, мысалдар жазып дүркінде дүркін, әліппе жасап тіл құрал қылдың, зорлап кіргіздің арабтың әрпін. Бітеді ертең дәмің мен тұзың, бүгіннен бастап тірліктен безін, орысқа үйлендің себебін айтсақ, жек көресің сен қазақтың қызын. Өтірік деп айтшы осының бәрі, болмайды енді қулығың дәрі, беті боянған халық жауысың, өмір сүрмейсің сен мұнан әрі. Осылай деп бір қаңтулы қазақ, төндірді менің басыма тұзақ, дедім мен оған білгеніңді істе, боламан енді сендерге мазақ. Қалғандай сірі жындануға азақ, қанталап көзі әлгі қу қазақ, халқымды оятқан асыл сөзімді, қылды ғой менің өзіме тұзақ. Мүмкін бе мұндай қорлыққа төзу, сұрқия жанның іші тар сөзу, көнеді екенсің маңдайға бітсе, осында егер жазымыш жазу. Өзіңде жаным қаламыңды ұста, өлең жыр сыйла халқыңа нұсқа, талантты туған бауырым менің, жетерсің мүмкін бақытқа ырысқа. Сүрдік қой өмір қолайсыз шақта, тасталық жанған қып-қызыл шоққа, бір кезде саған аманат қылған, мұрамды жеткіз келер ұрпаққа. 50 жыл өттер немесе ғасыр, айығар сонда бүгінгі тасыр, тарихқа түгел тексеру болар, талқыға түскен жасық пен асыл. Сенемін досым өлгенмен өзім, ұрпаққа жетіп өлмейді сөзім, ақиқат таңы атады анық, осыған менің жетеді көзім.